Қалайсыздар достар, есімім Еркебұлан, әуежайда авиадиспетчер болып жұмыс жасаймын. Дәл қазіргі жағдайыма келетін болсам, мен Астанадағы Батпенов атындағы травматология және ортопедия ауруханасындамын. Тіземе ота жасаттым. Кеше тіземе операция жасалды. Бүгін операциядан кейін бірінші күн. Міне операцияның алдында аяқты жылтыратып тұрып, жүннің бәрін қырып тастадық. Мынау жүн болып жатыр. Кешені тіземе операция жасап, мына жақтан бір сіңірді алып, ішіне жаңа крестообразка дейді ғой, соған жаңадан жалғап қойды. Бұрынғы өзімдікі жартылай үзілген екен да. Сол мынандай ішіндегі қандар шықсын деп мынандай салып қойды, дренаж деген. Бүгін алып, кәдімгідей жасап қою керек. Ар жаққа кішкене тамып кетіпті. Сол кеше бірінші күні ешқандай тұрған жоқпыз. Бүгін ең болмаса отырғанына мәз отырмын, тамақ ішкеніме. Бірінші күні осылай басталып жатыр. Себебі жылдың басында алғаш рет Шымбұлаққа барып шаңғы тебем деп құлап тіземді жарақаттаған болатынмын. Алдыңғы видеода қалай жарақат алдым, жарақат алмау үшін не істеу керек, одан кейін қалай тексерілдім, қалай осы тізені емдеу бойынша номер 1 ауруханаға ақылы түрде немесе порталмен келуге болады, сол жайында айтқан болатынмын. Ал бүгінгі видеода дәл осы ауруханада не болады, бірінші түскен күннен бастап ота жасату, отадан кейінгі күндерінде, яғни ауруханадағы күндер жайында айтатын боламын. Бұны не үшін жасап жатырмын? Себебі өзімде осындай мәселе болып, қалай болады, не болады деген кезде көптеген нәрсені білмедім, маған керек болды. Сондықтан да басқаларға да бір-екі адамға болса да пайдамды тисем екен деген оймен осыны видеоны түсіріп ютубқа салып жатырмын. Кеттік. Сонымен портал арқылы осы Астанадағы Батпенов ауруханасына келуіңіз үшін ең бірінші жаңағы порталдан алған квотаңызды алып аласыз, және де анализдеріңіздің барлығын жаңартып алыңыз. Кейбіреуі 10 күнге, 1 айға жарайды деген сияқты. Себебі осына мен келгенде анализдері ескі болғандықтан ба, жоқ болғаннан ба, бір адамды көз алдымда қайта жіберді да. Сондай болып қалмасын, сондықтан да анализдерге мұқият болыңыздар. Мен 30 күні негізі квота бойынша 30 күні жатуым керек болды. Мен 1-2 күн бұрын ерте келіп, құжаттарымды тексертіп, бәрі дұрыс па деп біліп алдым да. Егер құжаттарыңызға сенімді болсаңыз, алдын ала келудің қажеті жоқ. Сол квотада қай күн көрсетіп тұр, сол күні келе берсеңіз болады екен. Сонымен мамырдың 30 күні келіп, осында келдім. Келгенде басында тіркелесің, құжаттардың бәрі тексереді. Анализдер, қосымша 1-2 анализдер алады. Сөйтіп осында палатаға орналастырады, жатсай палатаңа деп жатқызады. Сосын операция жасайтын аяқтың жүнін бәрін толықтай қырғызады. Сосын кешкі 6-дан кейін ешқандай су, тамақ ішпей деп айтады. Себебі ертесінде ота жасау барысында және де одан кейін наркозбен күні бойы жатқан кезде сыртқа шығуым қиын болып қалады екен. Сондықтан да ішпе деді ме, ішпеу керек, жеме деді ме, жемеу керек. Яғни бірінші күн сондай дайындықпен өтеді. Одан кейін екінші күні, яғни 31 мамыр күні маған ота жасалды. Түске таман, ол шамамен 1 сағаттан аса уақытқа созылды. Ота барысында мен апарды, және арт жақтан омыртқа тұсынан наркоз, яғни укол салынды. Яғни белден төмен қарай сезбей қалдым. Яғни сандарын аяқтарымды ұстап көрсең, кәдімгідей резинка сияқты бір нәрсе сезіледі. Бірақ өзің ояу жатасың, камерадан, экраннан тізеңнің ішінде не болып жатқанын көріп жатуға болады екен да. Яғни мендегі тіземнің ішіндегі айқастырылған екендай сіңірлер болады екен, крестообразная связка дейді. Соның алдыңғысы жыртылып кеткендей болған екен да. Соның артық нәрселерін алып тастады, және де тобық жағынан басқа жермен сіңірді алды да, сол жаққа жалғап берді. Жалғайтын кезде екі сүйектің ұштарын кеседі екен да, содан бүйтіп өткізіп береді екен да. Соның бәрін жаңа камерадан, экраннан көріп жаттым. Операция біткеннен кейін міне осы әкеліп төсекке жатқызды. Және де сол күні ешқандай да тұрмайды екенсің да. Ешқандай тұрмайсың, тек қана жатасың. Тізеңнен бір трубка шығып, дренаж дейді, яғни артық қан шығып кетіп отыру үшін сондай арнайы жасап қояды екен. Сөйтіп 1 күн бойы жатасың. Ертесі күні келіп жаңа трубканы алады, перевязка аномаларды жасайды. Одан кейін жүріп тұрып бастасаң болады. Тізені бұрында ашып жасайтын болса, қазір 3 қана тесіктен кіреді екен да.
біреусінде камера, екіншісінде өздерінің құрал саймандары деген сияқты да. Сондықтан да бұны артроскопиялық ота деп атайды екен да. Бұл енді кішкене жеңілдеу болады екен деп ашып жасағаннан гөрі да. Себебі мындай 3 тесіктен ғана кіреді. Содан кейін келесі күні уже тамақ жей бастадық, су іше бастадық. Содан кейін білмеймін, дәрінің әсері ма жоқ әлде дұрыс емес нәрсе жеп қойдым ба, әйтеуір ішім өткізіп әжетханаға жүгірдім. Яғни ішім ауырған соншалық мынау балдақпен қалай шауып кеткенімді түсінбей қалдым ғой. Әжетхана коридордың анау дәліздің ең соңғы жағында да. Сөйтіп бұған да үйреніп кеттім. Негізі мындай балдақтарды өзіңмен әкелсең де болады. Болмаса осында дәріханадан келетін бір кісілер болады, сырттан келетін адамдар, солар ұсынады да 12.000 теңгеге сатып алса болады. Ал осы ауруханада жатқанда уақытша қолдануға да сізге беріледі. Және де мынандай тутор деген мынандай нәрсе, жаңағы 12.000 теңгеге бұнда сатып алдық. Бұл аяққа киіліп, гипс сияқты бұны қозғалтпай тұрады ғой. Себебі бұны 2 апта бойы аяқта бөгуге болмайды екен тізені, және де бүйтіп жерге салмақпен басуға болмайды екен. Бұның жаңағыдай басқа да түрлері болады екен, градусы реттеліп, тізені қанша градусқа дейін бөгуге болады, соны реттеуге болады екен, бірақ бізге дәрігерлер осының өзі жетеді деп айтты. Сонымен екінші күннен бастап ары бері жүрдік, тамақ ішуге барып жүрдік. Әр 2 күн сайын саған жаңағыдай перевязка жасап беріп тұрады. Мысалы, кеше ғана менде тізенің ішінде сұйықтық толып қапты да, енді артық сұйықтық болғанын көрді. Күн сайын таңертең дәрігер өзі жаңағыдай обход дейді ғой, аралап бәрін көреді, сөйтті не істеу керек екенін айтып жүреді. Сөйтті менде мысалы ішінде сұйықтық болды, оны бір укол сияқты, мен кәдімгі укол шприцпен кіргізеді да, ішіндегі артық сұйықтық қандарды сорып алып отырады, кәдімгі тізең бір жеңілдеп, кәдімгі рахаттанып қаласың да. Және де алғашқы отадан кейінгі бірінші, екінші күндері обезболивающиялар салып отырады. Себебі отаның орны ауырады екен да. Бірақ оған қатты әуестенбеу керек. 1-2 күннен кейін оны салдырмауға тырысу керек екен да. Себебі ондай наркотик сияқты бір үйреніп қалсаң, жаман болады екен да. Сондықтан да қатты оны салдыра бермеу керек. Одан кейін, яғни барлығы ота жақсы өткен болса, 4-5 күнде, 1 аптада уже шығара береді екен. Мен бұйыртса, енді шығуға дайындалып жатырмын, сұрайды өзі. Больничный лист керек па, басқа керек па, анау керек па деген сияқты. Және де осы жерден шықпас бұрын саған қандай ота жасалды, қалай болды, және де ары қарай реабилитацияны қалай жасаймын деген сияқты толық ақпаратты максимально біліп алуға тырысу керек. Себебі ол операция деген 50% ғана нәтиже екен да. Қалған 50% сен айлап оған операция жасау керек екенсің, реабилитация жасау керек екенсің, яғни соған байланысты. Біз көп адамдар не істейсің ғой, операция жасадым, нәтижесі болмады деген сияқты айтып жатады да. Себебі көбісі жаңағыдай күнделікті жаңағы жаттығуларды жасауға ерінеді екен, ұмытып кетеді екен, мән бермейді екен да, сөйледі екен да, не үшін дұрыс болмады деп жүреді екен да. Сондықтан да соған назар аударуымыз керек екен. Енді бұйырса бүгін шығамын ауруханадан. Келесі видеоларда қалай өз таразыға барып, қалай реабилитация қалай жасадым, яғни физиотерапия алу, жаттығулар деген сияқты, қандай жаттығулар жасадым, соларды бұйырса салатын боламын. Қорытындылайтын болсам, сол ауруханаға керек құжаттарыңды, ауруханаға жарайтын киім, жуылатын заттарыңды алып келесің. Бірінші күні дайындық болады, екінші күні ота жасалады, ол күні ешқандай да тұрмайсың. Келесі күннен бастап осы балдақпен, тутормен кішкене жүруге болады. Тізеңді температура бәрін өлшеп тұрады, бәрі жақсы болса, жаңағыдай перевязканы жасайды. Тізеңде сұйықтық болса, пункция деп айтады екен, оны сонымен алып тастайды. Сонымен бәрі дұрыс болса, уже 4-5 күнде 1 аптада шығарады екен. Сол, достар, пайдалы болса қуаныштымын. Бұйырса алдағы уақытта жаттығу барысымен бөлісетін боламын. Көріскенше.